қазақ аруына қатысайын деп жатырмын, бірақ бізде бәрі өкшесі ұзын тәпішкелер киеді. Білмеймін бұны қайтып киетінін, мен киіп үйренейін. Сонда да қазір кигенімен құлайтын шығармын. Осындайдан қорқамын. Мен қалай болғанда да жарыста ұтуым керек. Құлай берсем де мініп киіп үйренуім керек. Аяғым ауыртып жүрді, онан қайтып киеді. Так, мен ана өлеңімді айтып беремін. И сосын биімді билеп беремін. И сосын киім дайын. Мына кабокты да киіп үйреніп алдым. Жақсы болды ғой, енді киіне берейін, киініп бастайын. Так, мен өлеңімді дайындадым, биімді дайындадым. Киімдердің барлығы дайын. Енді мен обязательно қазақ ару боламын. Мен ұтам, бірінші орын аламын. Нужен аршы. Аршы. Қандай киіп алғансыз? Ана әп-әдемі көйлектің сыртынан не киіп алған? Ой. Шекесіндегі де бір жарасып тұрған жоқ. Мамбетті. Өзіне қарап алмай ма? Бізге ой қазақша киіп келдеді ғой. Мынандай киіп келдеді ғой. Ал өзінің түрін қара. Қарада тұр, осыдан мен сені жеңіп кетем. Мен сенен күшті дайындап кетем. Ал құрметті көрермендер, бізде қазақ ару 2025 байқауын осымен ашық деп жариялаймыз. Қатысатын үміткерлерді шақыратын боламыз. Қане, ең бірінші қатысушымыз бізде өзін таныстырып өтсін. Менің атым Нұрсұлу. Мен 18 жастамын. Қазақ ару мен болам деп ойлаймын. Ал екінші қатысушымыз? Менің атым Ақбота, мен 8-демін. Қазақ аруы мен боламын. Бізде таныстыру кезеңі бітті, енді екінші кезең бізде мода көрсету, яғни сән көрсету кезеңі. Әркім өзінің үйде тігіп келген киімдерін осы жерге әкеліп киіп көрсететін болады. Қане, сіздер дайындауға жібереміз. Ал енді бірінші қатысушының өзінің қол өнерін көрейік. Вай, қандай әдемі көйлек. Бұл көйлек таныстырып өтсеңіз? Бұл көйлекті мен өзім тіккем. Осына жібек матасынан өзім арнайы осы қазақ ару сайысына арнап тіккенім. Стилі де, модасы да өте әдемі екен. Және жібек матадан тігілген екен. Я, күшті. Біз бұған 10 деген балл береміз. Ал енді екінші қатысушымызды қарсы алайық. Кәне, екінші қатысушымыз не жасаған екен қолдан? Қандай қол өнер жасапты? Мен мынаны тіктім, қолыммен ұзақ отырып тіктім. Екіншісін де тігіп үлгердім. Мынау қандай әдемі ерекше көйлек мынау. Мына жерде әдемі қазақтың осындай ою өрнегімен жасалынған әдемі көйлек екен. Бұл өзі қазақилыққа жақын қыз екен. Міне бір емес екі көйлек және екі түсті көйлек тігіп әкеліпті бұл қызымыз. Бұл қатысушыға біз екі көйлек тігіп әкелген үшін және қазақша болғандығы үшін 20 деген балл береміз. Ал келесі сайыс бізде осындай биік өкшені киіп, осы жерде модель секілді жүріп өту сайысы. Кәне, бірінші бізде қатысушымыз бастайды. Сіз сәл былай тұрыңыз. Сол жерден бастап не жерге дейін модель секілді жүріп өтеміз. Кәне, 1, 2, 3. Ой, мына бір қатысушымыз биік өкшені кие алмай құлап қалды. Кәне, ештен кетпейді. Тұрыңыз. Аяқ киім шеше салыңыз. Ішеріңіз ауырып қалмады ма? Жақсы болса, не жерге тұра қойыңыз. Ал енді екінші қатысушымыз киіп жүріп көрсін.
Бұл аруымыз біздің биік өкшені киіп, бұл сыннан сәтті өтті. Ал енді біз қазақ аруына үміткер қыздарымызды ортаға шақырамыз. Ал қазір біз осы сайыста кім жеңгенін және қазылар алқасы кімді таңдағанын айтатын боламыз. Бірінші сайыс таныстыру сайысы бойынша екеуіңіз тең болдыңыздар. Екеуіңіз де 10 балдан жинадыңыздар. Екінші сайыс сән көрсету сайысы бойынша, жоқ, қолөнер сайысы бойынша сіздер Ақбота қыз 20 бал жинады, біздің Нұрсұлу қызымыз 10 бал жинады. Ал бізде үшінші сайыс биік өкшемен жүріп өту сайысы болды. Биік өкшемен модель тәрізі жүріп өту сайысында біздің бірінші қызымыз құлап қалып сәтсіздікке ұшырады. Ал екінші қызымыз ол жерде сәтті орындап шықты ол тапсырманы. Сондықтан біз бұған бірінші қызымызға 5 бал, екінші қызымызға 10 бал деген бал бердік. Қазылар алқасы осылай шешіп отыр. Сонымен бізде 30-да 20 деген балмен Ақбота деген қызымыз жеңіске жетіп отыр. Біздің қазылар алқасы әділ шешім қабылдады деп ойлаймыз. Ал бізге Қазақ ару 2025 байқауының жеңімпазы Ақбота болды. Қазақ ару 2025 байқауының жеңімпазы атанған үшін осындай коронаны тағатын боламыз. Оны шекеңізге тағып алыңыз, мынаны или алып тастай салсаңыз да болады. Алып тастап, енді корона тағып жүресіз. Қазақ ару атандыңыз. Міне өзінің қазақилығымен, қазақша жасаған өнерлерімен бізде Ақбота жеңіп шықты. Мынаны дұрыстап тағып жүріңіз. Ал осымен біздің сайысымыз аяқталды. Пока-пока.